Бәріне сәлем, бүгін сіздермен медовик сан тортын жасайтын боламыз. Торт өте балды және дәмді болып шықты, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма жазылып, қасында тұрған қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті ингредиенттердің құрамын описанияға жазып кететін боламын. Бұл үшін бізге ұн, ас содасы, жұмыртқа, қант, сары май және бал керек болады. Алдымен ыдысымызға қант саламыз, оның үстіне жұмыртқа саламыз және балды салып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде табиғи бал салуға сіздерге кеңес беремін. Бұл рецепт 2 санға арналған, егер де сіздер 1 сан жасаймын десеңіздер, рецепті 2-ге бөліп жасайсыздар. 3 ингредиентті жақсылап араластырып аламыз. Орташа отта осындай пеналы шыққанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сары майды салып, тағы да араластырамыз және отқа жібереміз. Отта біздің майымыз ерігенге дейін күтеміз. Содан кейін біздің содамыз салып, тағы да араластырып, отқа жібереміз. Міне бізде осындай масса шыққанға дейін отта араластырамыз. Көп араластырып күйдіріп жібермеуіміз керек, және де бұл массамыз толықтай суығанға дейін күтеміз. Массамыз суығаннан кейін ұнды електен өткізіп қоятын боламыз. 400 граммнан көп салмаңыздар, дәл 400 грамм салғандарыңыз дұрыс, әйтпесе біздің массамыз қатты болып кетеді. Кейін қамыр қылып илеміз және оны 4 бұрыштап холодильникке жіберетін боламыз. Шамамен 2-3 сағатқа жіберсеңіздер болады, мен 1 түнге жібердім. Қамырды 1 түнге жіберген кезде осындай қатты болып тұрды. Енді бұны біз 2-ге бөліп аламыз ең алдымен. Осылай дәл ортасынан 2-ге бөліп алдым, және бұл бөліктерді енді 3-3-тен бізде 6 корж шығару керек болады. Ең алдымен толықтай өлшеп алдым, содан кейін әрқайсысын 3-ге бөліп шықтым. Көп грамм жағынан кішкене қамыр алып, жаңағы екінші қамырымызға жібердім. Менде 2 қамыр 330 граммнан болды. Енді 330 граммды 3-ге бөлсек, әрқайсысы шамамен 110-115 граммнан болды. Барлық қамырды осылай жақсылап жұмсартып шықтым. Менде осындай пергамент, тефлоновый коврик алсаңыздар болады, өзіңізге ыңғайлы, бастысы жабыспау керек. Біздің сандарымыз сыйғанға дейін жайып шығамыз. Менікі 28 диаметр екен саным. Сосын осылай істеп, және пышақпен жан-жағын алып тастайтын боламыз.
Әр бір коржды 180 градуста шамамен 5 минуттай пісіріп аламыз. Духовканың қасында тұрғандарыңыз жөн, өте тез піседі. Кейін барлық сандарды осылай қиып алдым. Бізде барлығы 6 тал корж шығу керек. Міндетті түрде шанышқының көмегімен осылай тесіп шығуды ұмытпаймыз. Бәрінен қалған коржды жинап, осындай печеньки жасай салайын дедім. Сөйтіп осылайынан жайып шықтым. Қатты жұқа қылмаймыз. Осындай жұлдызшалар мен жүрекшелерді жасап шықтым. Біздің барлық корждарымыз өте жақсы пісіп шықты. Енді қазір кремін дайындайтын боламыз. Крем үшін бізге осындай сүзбелі ірімшік керек болады. Мен осындай Чудское озероны қолдандым. Және де сливки міндетті түрде 33%-дан жоғары болу керек. Алдымен ыдысымызға творожный сырды салдым. Оның үстінен сливкиді құйдым. Осы сливки өте жақсы қою екен. Оның үстіне дәміне қарай қант, не болмаса қант ұнтағын саламыз. Жақсылап лопаткамен араластырып аламыз. Кейін миксермен бір қалыпты болғанша миксерлеп аламыз. Біздің крем дайын, осындай болып шығу керек. Өзінің формасын өте жақсы ұстайды. Және де бұл кремімізді енді кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Біздің тортымыз жылжып кетпес үшін астына осындай крем жағып шығамыз. Ары қаратай видеода көрсетілгендей осындай шариктарды жасап шығамыз. Осы кезде ішіне кез келген начинка салсаңыздар болады, мысалға малиновый джем деген секілді. Келесі корждарды да үстіне қойып, жақсылап крем жағып шығамыз. Тортымызды құрастырып болдық, енді декорын жасайтын боламыз. Өзіңізге ұнаған кез келген декор түрін жасасаңыздар болады. Мен осылай кивилерді және шоколадтарды, жаңағы печенькелерді қойып шықтым. Торт өте жақсы болып шықты. Осы рецептпен міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.